Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқыға арналған қарбыздың қабығынан өте дәмді, ерекше варенье жасайтын боламыз. Бұл вареньеден балдың және лимонның дәмі бар, түйіршіктері, мармелад секілді өте дәмді варенье шығады. Міндетті түрде қысқыға сақтасаңыздар да болады, немесе шайға жасап жесеңіздер де болады. Ол үшін бізге қарбыздың қабығы керек болады. Қарбыздың қабығы міндетті түрде қалың болуы керек. Менде бұнда 1 килограммдай қарбыз қабығы бар. Алдымен қарбыздың ішкі жағында қызыл жерін алып тастаймыз және сыртқы жағын жұқалап алып тастауымыз керек. Міне осылай етіп бәрін ашып шықтық. Енді көбейтіп турайтын боламыз. Қаласаңыз өзіңіздің басқа формада турасаңыз да болады, қалыңдау етіп турасаңыз да болады. Мен өзіме осылай ыңғайлы болғандықтан кішкентай көбейтіп турап шықтым. Енді 1 келі менде қабық сырты болды. Енді оның үстіне 1 келідей қант салып араластыратын боламыз. Қанттың көлемін азғантай ғана азайтсаңыз да болады. Үстіне 1 стакан жарымдай су құйып, араластырып аламыз. Менде шамамен жарты сағаттай тұрды. Содан кейін газымызға қойып, астын орта отқа қойып, араластырамыз. Астындағы қантын араластыруымыз міндетті. Қанты ерігенше жақсылап тұрып араластыруымыз керек. Міне біздің қарбызымыздың суы жайлап қайнап шығып келе жатыр. Әбден толықтай қайнағаннан кейін астын басып 10 минуттай жай отта қайнататын боламыз. Әлсін-әлсін араластыруды ұмытпаймыз және де бетіне шыққан көбіктерін қасығымыздың көмегімен алып тастаймыз. Біздің 10 минутымыз өткеннен кейін газдың астын сөндіріп, шамамен 1 сағатқа немесе 2 сағатқа қойып қоятын боламыз. Менде 1 сағаттай көлемде уақыт өтті. Енді қайттан екінші этапымызды бастайтын боламыз. Қайттан араластыра отырып, орта отта қайнағанша қоямыз. Біздің вареньеміз қайнап шыққаннан кейін 10 минутқа қайттан жай отқа қойып қоятын боламыз. Міне қарасаңыздар, біздің қарбызымыздың қабықтары сарғайып келе жатыр. Әлсін-әлсін араластырып тұрыңыздар және де 10 минуттан артық қайнатпаңыздар. 10 минуттан кейін астын айырып, тағы да бетін жауып қойып қоятын боламыз. Менде бұл түнге қалды. Міне екінші күні қарбызымыздың қабықтары кәдімгідей өзгеріп, мармелад секілді вареньеге ұқсап келе жатыр. Әлі де болса міне сұйықтау болып тұр. Енді мен 3-ші рет қайнататын боламын. 3-ші этапта тағы да орта отқа қойып, қайнағанша қоямыз да біздің вареньеміз қайнап шыққанда астын баяу отқа қойып 10 минут қайнататын боламыз. Міне осылай менде 3 этаптан 3 рет қайнап шықты. 10 минут қайнағаннан кейін астын суырып, тағы да 1,5 сағатқа қоямыз. Біздің вареньеміз кәдімгідей қойылып, осындай вареньенің суы болады. Суымыз да қойылады. Қатты қою жасап жібермеңіздер, өйткені банкіге жапқаннан кейін ол қант қайналып кетуі мүмкін. Сондықтан да біздің суымыз сұйықтау болғаны дұрыс. Енді вареньенің дәмін келтіру үшін азғантай ғана лимон қышқылын салатын боламын. Қаласаңыз лимонның жартысын сығып салсаңыз да болады. Және де дәмін келтіруге гвоздиканы 2 штугын салсаңыз да болады. Мен тек қана лимонның қышқылының азғантай ғана бөлігін салдым. Лимон қышқылы еру үшін азғантай ғана қайнатып, суырып тастайтын боламыз. Бұны 3-ші этапта да салып қойсаңыз да болады. Міне біздің вареньеміз дайын. Енді стерилизованный банкілерімізге құятын боламыз. Ыстықтай құйсаңыз дұрыс. Толықтай құйып, суынан да құйып, бетін жауып, қысқаға сақтайтын боламыз. Менде осындай 1 банкі және 2 ыдысқа шықты.
Достар, мейлінше сұйықтау етіп алғандарыңыз дұрыс, өйткені ыссы кезінде сұйық көрінгенімен ол суығаннан кейін қоюланатын болады. Міне менде осындай бір банкіге салып қойдым және 2 ыдысқа салдым. Қазір біздер шай ішетін боламыз. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Керемет варенье болады. Мен өзіме осы қарбыздың қабықтарының түйіршіктері өте қатты ұнайды. Мармелад секілді дәмді болып шығады. Достар, сіздер де бұндай варенье жасап көргендеріңіз бар ма? Төменге комментарий қалдырып кетіңіздер. Өз ойларыңызбен бөлісіп, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.